не істеді? Ей, мына құлап қалды ғой Ақбота. Сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін мен қазір тамақ жасайын десем бір-екі зат таусылып қалған екен. Одан кейін Айша камераға қарамасай. Қарап тұр камераға. Камераның қызық көріп ше. Сонымен мен қазір сыртқа шығып, үй жақтағы магазиннен бір-екі зат алуға кетіп бара жатырмын. Бірақ қазір мен Айшаны Ақботаларға тастап кетейін деп тұрмын. Алихан екеуіңе қарай тұрыңдар. Земда Адия бар, үшеуі енді қарайтын шығар. Негізі мен үйге бұл қызды тастап кететін кезде қасында үлкен адам болатын. Ылғи бұл жолы енді ешкім жоқ болып тұр үйде. Өзін кішкентайлармен бірге тастаймын. Оны бүйтіп алып жүргім келіп тұрған жоқ та. Şimdi магазинге барамын да келем ғой. Киіндіру керек бұл қызды, коляскасын туралау керек деген сияқты ғой. Сонымен тастап кетейін деп тұрмын. Айшаны қазір Ақботаға тастап кетейін деп жатырмын. Ақбота, Айша әбден ем болды ше. Қарны тоқ. Не істеп жатсыңдар? Блокнотарымды Адияға көрсетіп жатырмын блокнотты. Адия, екеуің блокнот сән деп отырсыңдар ма? Айшаға қарай тұру керек болып тұр Ақбота. Қойсын мам. Қарай тұр енді. Қойшы мам деген несі? Кім қарайды, сендер қарамағанда? Мен магазинге барып келуім керек. Мама, мен сенмін де жоясам. Молодец, күшті. Мен бұны киіндіріп, барам дегенше біраз уақыт өтіп кетеді. Жүгіріп барам да келем магазинге. Ақбота, Айшаға қарашы. Мына ішінде ойыншықтары ма? Үшкір нәрселерді апыстан ерге Айшаға болмайтын үшкір нәрселерді. Міне, Айша қара. Мақыл, қазір тексерем мам. Бүйтіп алдап, келіндер қыздар. Қарағын кеседе кемесейді қарайсын енді Ақбота. Осы қызға қараудан қашады бәрі ше. Бұл ешкімге зиян жоқ, өзімен өзі отырады ғой істеп. Арасында жыласа ойыншықтармен алдандырасың. Мақыма? Саған сеніп тастап кетіп жатыр мен қыз. Бергел. Мынаның ішіндегі ойыншықтарында, үшкір ойыншықтар дәл қазір апысташы мен көзімше. Үшкір анау Айшаға болмайды ау, аузына сияды ау деген заттарды алып тастаңдар. Қазір біздің сосын артынан бір елі қалмай жүресің ғой Ақбота. Ана жаққа еңбектесе, ана жаққа еңбектесе, өшім қалмайсың. Кетіп қалса осы жерге әкеп қоясың. Еңбектеп бастаған еді, аузына әртүрлі заттарды салып алады ғой ше. Кішкентай заттарды тауып алып, мусорды жинап жүреміз біз деген. Мынаның ішінде мынандай қалам дегендерді апысташы. Көп заттарды. Ой, бола береді. Мына үшкір болмаса болды мынандай. Карандашты ал Адия. Мынау очкидің үшкірі, мына очкиналардың бәрін апыстап. Онатып отырмақма. Ақбота, мен саған сеніп кетіп бара жатырмын, жарай ма? Қарайсың ба? Болды, саған сендім. Кеттім мен. Давай. Өздеріне ғана бірінші тастауым, қазір тез барып келем ғой. Жүгіп барып келу керек болды. Мен магазиннен заттарымды алып келе жатырмын. Енді қазір маған ой келіп тұр. Мыналар біздің Ақботалар балаларға қалай қарайды екен, жақсы қарай ма екен, или Айшаны тастап кетіп өздері ойнап жүреді ме екен. Мен соны жайлап қыздарды тексергім келіп тұр. Мен қазір оларды аңдимын, не істеп жатыр, қалай қарап жатыр барлығын ше. Что-то Айшаның дауысы шығып жатыр мына жылап атқан дауысы шығып жатыр ше маған Айшаның. Жайлап кірейін мен оларға. Кей кезде олардың әдеттері андай өздерімен өздері ойнап кетеді да. Айшаны ұмыт кетеді. Сөйтеді да бір барсаң Айша аузына әр нәрсені салып, сөйтіп отырады ғой ше. Жайлап мен оларды аңдайын естейтін қазір. Жылаватыр ғой Айша. Что-то жылаватыр, не үшін жылаватыр, қарамай отыр ма, білмеймін. Қазір жайлап көрейік.
неше Айша жылап тұрды, ана Ақботаның қасына барып, Ақбота телевизор қарап отыр. Айша жылағаннан кейін барып алды бұлар ше. Не істейді, ары қарай тағы көрейік. Ойбай, көрейін деп қалды. Байқамай қалды. Қазір бәректі айналдырып алайын, сосын мөлшіктен үйіп кетемін. Не болды әке? Жоқ, жабыстырдым оны. Айшаны коробкаға салып алып, әрбір кәсетіп жүргі бұлар ше. Айша қараусыз қалса қойып қалады ананың ішінен. Айша. Әдия бәрібір ше. Айша ештеңе жоқ қой. Жейтін не аяқ аузына салатын үшкірі бірдеңе жоқ. Ойыншықтан бере салатын алдына. Коробкадан шығамайды ғой ол вообще. Алдына бере салаяқтар, и сосын көріп отыра бер. Ана Айшаны коробкаға отырғызды да, үстінен ойыншықтарды үйіп атыр үшін ойыншықпен көйіп тастады ғой ше. Өзіміз телевизорды көріп отыра бердік ше. Бәрібір. Ama қазақ білмейді ғой. Келем деді ғой. Отыра бердік. Ол біз телевизор көре бердік. Біз аяққа сүзіп қояйық. Айша заттарды лақтырмасай. Мама деп жылап отыр ғой. Айша ойыншықтармен сонша көміп тастаған несі? Не істеді? Мына құлап қалды ғой Ақбота. Мынаның ішінен әрең алып алдым ғой. Ақбота, неге ойланбайсың? Мынаның ішінен еще мен сендерді ане жерде аңдып тұрдым, білесің ба? Әкел, Адия, көрейін ішін. Я, сен ананың ішін науын отырғызып қойып, Айшаны үстінен ойыншықты төгіп атсын, ойыншықпен көміп тастадың ғой. Мен сендерді қарайды, жап-жақсы қарайды деп ойласам, бұлар құлатып жүр ғой. Нан бәрін Айша отыра нерде, мына жерден ойыншық тұр ғой ше. Конечно, анадан кейін алып құлап кетеді ғой. Қорқып кеттім, Ақбота. Мен сендерді қарап тұрдым, не істейді екен, бұлар қарай ала ма екен, қарай алмай ма екен деп. Мама, қара. Адам жүрегін ұшырдыңдар ше. Бір Айша жылап қалды ғой, адам деген сені тапсырған екен, қарау керек қой. Телевизор көріп. Не істеп отқан едіңдер, сендер телевизор көріп отқан едіңдер, е? Көріп бастап едік Айша. Деп отыр, сіз келдіңіз сосын. Я, құлаған екен келдім ғой, мен айтпесем, әлі де тұра берем ба деп ойлаған ем, қалай қарайды екен бұлар деп аңдып отыра берем ба деп ше. Енді болды, жоқ болды. Енді достар, мен бұларға сеніп тапсырмайтын болдым. Қастарында үлкен адам болмаса бәрібір де болмайды екен. Еще телефонмен түсіп тұрды өзім. Я, түсіп тұрдым ане жерде сен қарамасын деп. Достар, осы жерден видеоны аяқтаймын. Видео бізде осылай шықты. Сау болыңыздар.